Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте дәмді, өте жұмсақ болып шығатын самсаның рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұл самса минутка деп аталады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Бізге қажетті құрамдар бұл ұн, айран және де бөлме температурасында тұрған сары май. Ең алдымен айранымызға жарты шай қасық ас содасын қосып, жақсылап араластырып, бір бұрышқа қойып қоямыз. Одан соң ұнымызға бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, екеуін жақсылап біріктіретін боламыз. Егер де сары майыңыз қаттылау болып жатса, онда оны үккіштен өткізсеңіздер болады. 5 минут тұрған айранымызды ұнымызға құйып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бір келкі иленген қамырымызды салафанға салып, кем дегенде 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Салмасына тартылған етті пайдаландым. Үстіне пияз және татымына қарай тұз бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, барлығын бірде-бір бөлшекке бөліп шығатын боламыз. Мен мұнда 38 граммнан бөліп шықтым. Әр өлшенген қамырымызды дәл осылай домалатып қойып қоямыз. Оқтаудың көмегімен қамырымызды жақсылап жайып шығамыз және де ортасына қажетті мөлшерде салмасын салып, дәл осы видеода көрсетілгендей қамырымызды түйіп шығамыз. Және де қамырымызды өте жақсылап түйетін боламыз, өйткені пешке барған кезде қамырымыздың ортасы ашып, барлық суы шығып кетеді. Және де осылай қамырымызды видеода көрсетілгендей қолымыздың көмегімен домалататын боламыз. Қалған қамырымызды да дәл солай барлығын бірдей түйіп шығатын боласыздар. Табамызға пергамент қағазын төсеп, оның үстіне осылай самсаларымызды тізіп салып шығамыз. Араларын тым жақын қылмаймыз, шамалы арасына орын қалдырамыз. Қамырымыздың бетіне осылай жұмыртқамызды жағып, оның үстіне қалауыңызша кунжутты сепсеңіздер болады. Мен қара кунжутты септім. Сіздер қалауыңызша кунжут немесе мак, тіпті ештеңе сеппесеңіздер де болады. 190 градуста қызып тұрған пеште самсаларымызды беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің самсаларымыз дайын, дәмі өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Аякөз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.